Бұл аптада Алматының тойларына қатысып, көңіл көтердік. Конкурсқа қатысушы 4 бой жеткен, апта бойы бір-бірінің тойына қатысып, сын көзбен қарап, келесі көрсеткіштер бойынша баға берді. Қалыңдық бейнесіне. Мен өзім ондай көйлекті кимеймін. Мерекелік мәзір. Шөп шалам болды. Мейрамхананың безендірілуі. Түрлері өте қатты қорқынышты, шыны керек, мен даже қорқып кеттім. Сонымен қатар ойын сауық бағдарламасы. Зал деген тып-тыныш болып, қызықты шоу жасады. Қыздар әр аталым бойынша 0-ден 15 ұпайға дейін баға бере алады. Көзқарастары басқаша болған сияқты бүгінгі маған деген. Ең үздік қалыңдық атағымен бас бәйге үйлену тойы саяхатын қарсыластарының берген бағасы бойынша ең көп ұпай жинаған бой жеткен алады. Өткен маусымдағы жеңімпаз жұптар экзотикалық елдерге романтикалық саяхатқа барып, мұның ұмытылмас естелік екенін айтуда. 4 қыздың ішінде қайсысы жеңімпаз болатыны әлде белгісіз. Өйткені бүгін қыздар тойдан алған әсер негізінде ұпай таратып, ең үздік қалыңдық үшін дауыс береді. Қыздар, бүгін келіндер бәйгесінің осы аптасы да мәресіне жетті. Сендерді құттықтаймын. Өте қуаныштымын танысқаныма. Араласып тұрайық. Құттықтаймын, енді бәріміз отбасылық өмірге қадам бастық. Адияда облысында мөлдірде сол қалпында. Мүлдем өзгерген жоқ. Бота өте қатты пысық қыз деп ашық көңілмен, қай кезде болса да жаңағы 100% энергетик, би, ән ба ән, сондай бір за любой кипиш дейді ғой. Сондай кез келген нәрсеге кіріп кете беретін адам екен. Ақжарқын сол мінезі маған өте қатты ұнады Ботаның. Кішкене өзіме ұқсастық таптым деп. Ішінде ең көңілді болып жүретіні ол мөлдір. Сосын екінші Бота. Бота да сондай. Бұл аптада Алматының тойларына қатысып, көңіл көтердік. Қыздар өз бәсекелестерінің бойынан айтарлықтай кемшілік көрмеген тәрізді. Ой бөлісетін құрылар таптым деп айтсам болады. Және әрі қарайда осылай араласып кеткім келеді. Өте керемет қыздар. Мөлдір кейде ашылатын жерде ашылады, сөйлеспейтін жерде сөйлеспейді. Өзін өзі ұстап біледі. Ең жақыны сол болсын болған сияқты өзіме. Подружка дейді ғой. 1 жыл, 2 жылдай одан да көп араласып жүрген сияқты. Бір-бірімізбен қарым-қатынасымыз өте керемет. Енді ары қарай жалғаса берсін. Бірімізге ренжімейік. Мұндай тату төрттіктің жобамызда кездеспегеніне көп болып еді. Дегенмен көрейік, қыздар бәсекелестерінің өзі туралы айтқан әңгімелерін естіп, бағаларын көрген кезде бір-бірімен ренжісіп қалмас пекен. Қыздар өте шыншыл бағалап жатыр. Ешкім ойынан ештеңке де айтпайды. Жаңағы бірімізді төмендетіп жеңіске жету үшін төмен бал қою деген ондайды байқаған жоқпын. Әділдікпен жасап жатқан көрінеді. 0, 1, 2, 3, 5-ке дейін енді білмеймін, ондай бал болмайтын шығар, ол өйткені тым төмен деген баға сияқты ғой ол. Енді білмеймін, ешкімнен күтпеймін. Адия мөлдірге ең жоғары, ең кішкене төменірек баға қойдым. Кішкене орташа қойым керек, кішкене өкінемін енді қазір. Енді өкінгенмен пайда жоқ енді, бірақ енді өкінемін. Егер тойлар қайттан болса, орташаға баға қояр едім. Ботаның ұяты енді оянып, жанын қинап жүрген сияқты. Бірақ өз кінәсін жуып шаям десе, мүмкіндігі бар. Олар әлі тойдан алған жалпы әсерлеріне баға қояды. Ал әзірге қыздар романтикалық сапарға кімнің баратыны туралы болжайған алады. Мен жеңіске болсын деп ойлаймын. Себебі білмеймін енді. Ол болсын жеңіске жетеді деп ойлаймын. Білмеймін, бұйырған жеңет. Білмеймін, менше сол Адия жеңсе деп ойлаймын. 8 болып қосылайық енді жолдастарыңызбен бірге. Өзімізді халық алдында сынға салуда оңай емес, сол сыннан сүрінбей өттік деп ойлаймын. Енді әрі қарай барлықтарыңа өмірде де, сайыста да сәттілік. Сол үшін қыздар. Бұл аптада кімнің жеңіске жеткенін бүгіннен қалмай білетін боламыз. Ал әзірше өзіміз қатысқан тойларды бір еске алайық. Ең бірінші болып өз тойына Әдия шақырды. Салтанатты кеш 180 қонаққа арналыпты. Бюджеті 3 миллион теңге.
Қалыңдықтың бейнесі, шаш үлгісі де, ақ қанаттан жасалған гүл шоғы да, су перісі сұлбасындағы көйлегі де ерекше болды. Алайда бәсекелестері оған лайықты бағасын бермеді. Макияж алыстан көргеннің өзінде көрініп тұрды, прямо слоями көрініп тұрды да. Менің макияжымды қыздар дұрыс бағаламаған сияқты, грубый көрінген жоқ. Ол өзі арнайы, мен бетіме аллергия шыққандықтан олар негізі визажист маман, ол тұрысты соны жасыруға. Қыздардың ойымен келіспеймін, өйткені барлығында да сондай тон болды. Жақыннан қарасаң, бәрінде солай көрінеді. Той көйлегі ұнамағанды, Вечерний көйлегін сияқты да. келіншекке кәдімгі өзіміздің қазақтың үлкен пышный свадебный көйлегін киген лучше болушы еді. Кешкілікте енді ол да ұқсайтын шығар, маған қаладым осындай көйлекті, өзімді ыңғайлы сезінетінімді білдім да. Білмеймін, ол енді о вкусах не споришь. Шаш үлгісі де қыздарға бостау жиналғандай болып көрінді, және тым қомпайып тұрғандай. Сырт киімін шешетін болса, өз арық қуаны басшы арты дәу болып тұрады да. Мен әдейі арнайы прическаны сол арты үлкен қылып, әдейі солай жасаттым, өйткені фата көріну үшін прическамның әсерінен басы үлкен болып көрініпті дейді. Бірақ мен олармен келіспеймін, өйткені барлығы өз ойымдағыдай болған. Серуен кезінде бойжеткендер Әдияның қыз жолдасын жарамсыз деп тапты. Себебі ол қалыңдыққа көп көңіл бөлмепті, тіпті бір кезде мүлдем кетіп қалған екен. Әдияның құрбысы, дұрышкасы көп жанында жүрген жоқ, бір минус жері, дұрышканы дұрыс таңдамаған деп ойлаймын. Қыз жолдасты мен өте дұрыс таңдадым деп ойлаймын. Марттың орталарында ол аяғынан операция болды да. Әдиямен отырып көп тұра алмаймын, ренжімейсің ғой деген сияқты. Қыз жолдас ол қай кезде керек? Қыздар пышный көйлек, со шлейфом дейді, анау дейді, мынау дейді, сол киген кезінде көмек керек шығар қыздарға. А маған ешқандай көмек қажет болған жоқ. Ол кезде жағдайдың мұнда екенінен хабар жоқ пысық бота, қыз жолдас атқаратын маңызды міндеттердің бәрін өз мойнына алмақшы болып шешкен еді. Бұлай инки бүйтіп ұстап тұрсың сені. Жоқ, бетіңе қарапшы, сен үстіңді шеш та, артыңды нет та. Жоқ, ауырмайды, ничего страшно бір. Енді сен қара да, бүйтші, тура бен сен бүйтіп. Қарап, сен кімге қара женихыңа? Біздің фотосессияда бота былай түс деп айтқан шын керек, есімде жоқ. Мәссаған, қалыңдық ботаның сонша әуре болғанын тіпті байқамаған көрінеді. Қыздар мейрамхананың безендірілуіндегі түстің реңдерін дипломды дизайнерлерше сынап мінеді. Сол кеште олардың аузынан Тиффани деген сөз түспеді. Баннері әдемі, өзі Тиффани свет деп айтты, бірақ та арасында жасыл свет болды да, ол жасыл мен Тиффани көп үйлеспейтін сияқты. Қалай үйлеспейді олар? Бір топтағы түстер ғой негізі. Біз арнайы маманға айтқанбыз, сол оформление жасайтын, сол қыз істеп берді. Яғни Тиффани мен жасыл түс үйлесіп тұр деген ойдамын. Үйлеседі, қыздардың ойымен келіспеймін. Тойдағы ас мәзірі әдеттегіден өзгеше даярланған. Қалыңдықтар оған дайын болмай шықты. Ұлттық тағамға ұқсамайтындардың бәрі олардың көңілінде күдік тудырды. Басқарып жатқан мені басқарып жүрген той иелері. Бағана келісіп пішкен тон келте болмас дегендей келіскен біз қымбат ағайын. Жоқ, тамақ болған соң жеуін керек қоя. Тамақ бетіне жемейтін нәрсе қоймайды шығар. Енді ұнамаса жемеу керек еді. Бұзылған салат емес шығар, ол шөппен қосылғандықтан, ол адамдар бар ғой, арнайы сондай шөп қосылған заттарды жейтін. Дегенмен қыздарға дастархандағы тағамның біразы жеуге жарамсыз болып көрінгенмен, ең көп ұпайды мерекелік ас мәзірі жинады. Әдияның тойында бойжеткендер іш пысудың не екенін білмеді. Байқауларға да қатысты. Әзіл қалжың тыңдап күлкіге де қарық болды. Шығыстан
болыпты. Не ғой Шымкенттен болмаса болыпты. Бұл қандай? Найман. Найман емес. Найман басы не болатын білесің ба? Жайдармандар тамададан көрі солар көтеріп кеткен сияқты өте қызықты болды. Жайдармандар аз ғана болса да көңілімізді көтеріп, зал деген тып-тыныш болып, биді де биледі. Ол кісінің келгені тіптен алақай болды. Барлығымыз көңілімізді көтеріп, сол кісінің әуеніне биледік. Біраз жас жұбайлармен биледік, ортаға шығып. Бірақ жас жұбайлар вальс билеген кезде бәсекелестердің төбесінен жай түскендей болды. Артқа қараш. Гүлді көрдің ба? Ана гүлді көрдің ба? Осы кеште тамаша үйірмемен көркемдеп жүрген мың бұралған қошемет білдіріп қарсы алыңыздар. Шаршадың о гүлді қазір. Даже біз беріп үлгерген жоқпыз. Албаған. Тепкі дейма де. Тепкі дейма. Қыздар мейрамхананың алдында бір шоғыраушан гүлін сатып алған еді, бірақ оны қалыңдыққа сыйлап үлгермеген. Бишілер соны рұқсатсыз алып, өз қажеттеріне пайдаланып тастады. гүлімізді көріп, жүрегіміз ауырды. Жерге жатқан соң, елдің астында жатқан соң, Беш қыздар қайдан білсін? Негізі ол гүлді менің қайынәпкемнен сұраған, рұқсат сұраған, ол ойлап қалған, осы неге алып келді гүлді деп. Тойға алып келді, значит, біздікі деген сияқты. Содан кейін рұқсатын берген, сондықтан алған. Қыздардың өзінің қателігі ол қалдырып кеткен, сол жерге алдын ала ескерту керек еді, немесе біреуге тапсырып деген сияқты. Төмен балл қоюдың амалы шығар. Ондай заң жоқ ешқай жерде. Білмеймін, ботаға мүмкін ұнамаған шығар. ай, ужас, не могу. Әдия өзінің салтанатты кешінде небәрі 95 ұпай жинады. Бірақ әлі тойдың жалпы әсеріне баға қойылады. Әр бойжеткеннің еншісінде 50 ұпайдан бар. Ол соны өз бәсекелестеріне бөліп беруі тиіс. Мен Әдияға 30 балл бердім, себебі мен оның жеңгенін қалаймын. Онымен өйткені жақсы араласып, жақсы дос болып кеттім. Мен Әдияға 15 балл бердім, себебі тойына жеткілікті баға бердім деп ойлаймын. Мен Әдияға 15 балл бердім. Шоу бағдарламасында да, оформлениеде де, немесе тойға өзінің жолдас екеуінің араласуы өте аз болды. Сол үшін той өте қызықсыздау болды. Екінші болып қонақ қабылдаған Мөлдір. Той 200 адамға арналған, бюджеті 2,5 миллион теңге. Жас жұбайлар бәсекелестерін таң қалдыруды саябақтан бастады. Фуршетке арнап, дастархан қызға тапсырыс беріпті. Прикольно. Қымыз, шұбат, қайсымаздыр. Фурше қазақша болғандықтан енді ірімшік, қымыз, шұбат, салт дәстүріміздің тағамдары енді дәмді әрине. Қыздар мейрамханаға көтеріңкі көңіл күймен аттанды. Алайда, Мөлдір қанша тырысса да, оларды той залының безендірілуімен таң қалдыра алмады. Сары, жасыл жерде ненің штортынысы, сонымен светофор дейбі. Сәл кішкене нежныйлау таңдаған түспеді. Бәрі темный екен, е? Кең жерге кірген сияқты емесін да, бірденге басып тұрған сияқты. Фиолетовый цвет деп айтты, фиолетовый цветтер тұрды орындықтарда, бірақ та шетінде жасыл тюльдар тұр, столдың үстінде сары салфеткалар тұр. Сол әртүрлі цвет болғаннан кейін үйлеспейді бір-біріне. Ашық түс таңдаған дұрыс болар еді. Фиолетовый түс слишком ашық бола ма? Сиреневый может ашық болады. Темный болды, я, ол менің қалаған түсім. Светофор деген менің түсінігім бойынша үшеу бір-біріне ұқсамайтын ала цвет. Мен тойымда ондай цвет болған жоқ. Таңғалып отырмын негізі, мен бұл комментарийді негізі күтпегем, келіспеймін.
сол күні сынды көп айтқан бота болды. Себебі жоспар бойынша оның тойы да дәл осы мейрамханада өтеді. Бой жеткен екеуінікі бірдей болып қалама деп алаңдаулы. Ал фуршет туралы идеяны өзінен ұрлап алғандай көрді. Ол жасамайын деп айтқан, білмеймін неге екен, именно менің королевский фуршетімді алып алған. Ол жағын түсінбедім. Сол жағына ренжідім. Екі бірдей фуршетке қатысқандарына қарамастан, қыздардың қарны әлі аш. Және оларға дастархандағы тамақ аздау болып көрінді. Ашетмен әсерлерден жылы балыға ұрысты қоймаған. Ақшаға қоныққан бәле. Бүгінгі тойлығымыз $1000 емес. Елдің бәрі жұмыстан келгеннен бәрінің қарны ашқан шығар мүмкін. Жеп қойды, бірақ енді холодный закускалар аз болған сияқты. Қыздар жей алмай қалды, мен оған сенбеймін. Маған басқалай айтқан тамақтары жақсы екен ресторанның. Мүмкін енді қыздардың қулықтары шығар. Значит, өте дәмі керемет, жаңағыдай тойғанды білмей жеп қоятындай тамақ болған шығар. Жеу үшін қойды қолдастарқанды, жай бетіне қарап әрлеп отыру үшін емес. Сол үшін қошемет ұрайық. Жастар бақытты болса. Тойда қонақтарға екі бірдей асаба қызмет көрсетті. Байқаулардың бірінен кейін бір өтіп жатты. Бірақ қыздар сонда да риза болмады. Жас жұбайлардың достары дайындаған флешмобта олардың көңілінен шықпады. Флешмоб деген енді моддан қалды ғой. Әртүрлі қозғалды, ол кішкене ондай әдемі көрінбейді. Бәсекелестер пародия жасаушыларды да сынап тастады. Түрі өте қатты қорқынышты. Білмеймін, маған ұнаған жоқ ол. Мен ұйымдастырушымен екеуміздің бір-бірімізді түсінбей қалғанымыз ғой деймін. Мен шынымен оны күткен жоқ, мен өзім таңғалып қалдым. Бұл жағдайды шын әртістер де түзе алмады. Жұлдыздай жанған едің, жүректің болған емі, өзіңсің жаным. Асхат Тарғын ұнады ол маған. Көңіл көтерді, бірақ ол да өтіп кеткен мода деймін бе? Шоу программаға 5 деген баған қоямын. Себебі төмен қойған себебім жаңағы ерекше ештеңке болған жоқ. Қалыңдықтың бейнесін қыздар күні бойы ұсақ түйегіне дейін қадағалаумен болыпты. Патасы да шлейфі де ұзын екен, кішкене кір болды. Оның коронасы күміс түстес, ал құлағындағы сырғасы алтын. Мойнына алтын тағып алған. Коронамен сырғам сәйкес келмеді. Гулянкада мен алтынмен жүрдім. Мен өзім құлағым дұрыс тесілмеген ғой. Сол үшін маған кішкене ауырлық болып, мен алып тастадым. Гулянкада білдім мен оны айтатын. Қалыңдық мейрамханада сырғасын ғана емес, көйлегін де ауыстырды. Екінші көйлегі қолдан тігіліпті. Бұл киімі бәсекелестеріне де ұнады. Екінші көйлегі әдемі болған сияқты, ручная работасы сол. Артық ештеңке жоқ, жаңағы нежный, жаңағы білмеймін қалай айтсам болады. Енді әдемі. Мөлдірдің нағыз патшайым болғысы келеді, бірақ алған бағаларының бәрі бірдей патшайымға лайықты емес. Мөлдірдің образына 4 деген бағаны қоямын. Шыны керек, кейбір арасындағы комментарияларды мен күтпегем. Жаңа би аз болды деп жатыр, тағам аз болды деп жатыр. Оны мен шынымен күтпегем. Келіспейтін де тұстарым бар. Енді қатты ренжіп қалдым деп айта алмаймын. Сонымен мөлдір 92% жинады. Әдиядан 3% төмен. Бірақ іс мұнымен бітпейді. Мен мөлдірге 10 балл бердім, өйткені мөлдір ренжімес үшін. Мен мөлдірге 10 балл бердім. Мөлдірге 20 балл бердім, себебі менің оның тойында төмен баға қойып қойдым. Сол себепті мен оған 20 балл көбірек бердім. Үшінші күні ұл болсынды тұрмысқа бердік. Той 400 қонаққа арналған, бюджеті 5 миллион теңге.
сұлулық салонында қалыңдықпен шебер бір-бірін түсіне алмады. Сөйтіп, шаш үлгісі ұлбосынның ойындағыдай болмай шықты. Это как не слишком низкий? Фото? Нет, волосы. Ну, это на среднем уровне, вот здесь вот. Может, спрашивать, как он будет. Жоқ, әдемі болып тұр, просто низкий болып кетпеді ма деген ғой. А нельзя как-нибудь немножко выше сделать? Әрине, қыздар шаш үлгісіндегі олқылықты бірден байқап қойды. Шашы кішкене босаңқырап кетіпті. Сол шаш үлгісін кішкене қаттырақ жасау керек пе еді негізі. И кішкене начосы да төмен түсе бастаған екен. Енді ол фотосаур болған шығар. Ең бірінші тойдағы ұнаған ол менің прическа мен макияжым өзіме. Ешқандай да ондай шашым шыққан жоқ. Тойдың аяғына таман шыққан шығар. Бірақ ештеңеге қарамастан бәсекелестері Ұлболсынның бейнесін айтарлықтай жоғары бағалады. Мен ылғи айтамын, шлиф болмаса, ұзын фото кию керек деп. Менің ойымнан шықты Ұлболсын. Сырғасы, коронасы барлығы бірге түсті, жарасымды. Макияжы да, көйлегі де өте тамаша, маған қатты ұнады. Мейрамхананың сән салтанатын көріп, бәсекелестер тамсанып ақ қалды. Бірақ біздің қыздарға күміс аздық етіпті. Қалай шыкен, мына ресторан маған аптыр прям. Алтын десе алтын екен. Әдемі, күшті екен. Күміс түсті, тек қана оның құрбыларынан көрдім. Осының фамилиясы емес, сол ресторанның дайын нәрсесі. Айтқаннан кейін сол түсті кішкене араластыру керек еді. Менде оформленияда негізінен бордовый цвет деп айттым. Күміс түсті цвет деп, ол менің құрбыларым киет деп айттым. Және букеттерім, сол гүлдер, сондай күміс түсті цвет болады дедім. Қыздар айтқандай күміс түсті цвет аз болды деп, бірақ та мен мен келіспеймін. Себебі мен ойымша жеткілікті болды деп ойлаймын. Келіспейтін де тұстарым бар. Капец ты фото. Татыш күліп айтшы. Ой, ужас. Ешкімге ренжімеймін бәрі. Жас жұбайлардың залға кіруі жоба қатысушыларын таңғалдырды. Бірақ мен тағатын нәрсенді дереу тапты. Бөлек-бөлек шыққаны бір қызық сияқты. Бұл ұзату емес. Бұл үлкен той болған соң қыз бен жігіт қол-ұстасып бірге шыққанын дұрыс деп ойлаймын. Ол тек қана ұзатуда болады деп естіген жоқпын ондай. Ондай заң жоқ ешқай жерде. Сондықтан да ол біздің өзіміздің тойымыздың ерекшелігі. Мен гүлдің ішінен принцесса сияқты шығып, мені Асқар гүлмен, букетпен күтіп алды ғой. Әдемі болған жоқ па? Қыздар той үстінде елеусіз қалдық деп айта алмас анық. Бірақ өздеріне соншалықты көңіл бөлінуі оларға артық сияқты болып көрінген. Сіздер үшін Қыздар сәлеметсіздер. Туыстары енді көңіл бөлді, қайта-қайта келіп, жаңа жақсы отырсыңдар ма деп. Бірақ енді бізге онша қатынай ұнаған жоқ. И официант тек қана бізге мән берді. Біздің тарелкаларымыз ғана 3-4 рет ауысты. Қалғандардың дәл солай тұрды. Енді көп көңіл бөліп кетсе, яғни көңілдерін көтерейін деген шығар. Ал мөлдір бәрінен бұрын Асқар мен Ұлболсынның той алдында әбден жаттығып, дайындаған жас жұбайлар вальсін көріп, шалқасынан түсе жаздады. Өткен күн қымбат, келер күн жұмбақ, бағалайық біздер бұл шақты. Вальстен бастап мен настроением түсті. Енді мен тойымдағы өлең болды. Кейбір қимылдар, менің тойымдағы қимылдар болды.
мөлдір көпке дейін сабасына түсе алмады. Қайта вальстың кемшіліктерін іздей берді. Импровизация дейміз. Енді бұл жерде барлығы жаттанды, көрініп тұрды. Тоқтап қалып, ананы істеп, тоқтап қалып, ананы істеп. Енді біз сахнада жүрген артистер емеспіз. Сондықтан да біз алдын ала дайындалғаннан кейін кішкене біз өзгеше болайық деп сондай движениялар қосқан едік. Яғни мен олардың айтқандарымен келіспеймін. Шын жүрегімізден шыққан вальс ол. Жас жұбайлардың әні мөлдірге екінші соққы болып тиді. Ол өз тойындағы бейнеклипке дәл осы әуенді пайдаланған еді. Ерекше ештеңе жоқ деп ойлаймын, өйткені жаңағы мөлдірдің тойында да тура сол шоуды көрген сияқтымыз. Мен ұлбосынның орында болсам, менің свадьбам ұлбосындан кейін болып, ол менің өлеңімді жаңағыдай айтып қойып жатсам, мен ауыстырушы едім, ештемеге қарамай. Бірдей дегенде, біз ол өлеңге алдын ала дайындалып, сөйткенбіз. Оны даже өзгертуге мен ойым болған жоқ. Көңілі қалған мөлдірдің тәбеті де жоғалып кетті. Ал жобаның басқа қатысушыларына тамақ ыстық күйінде жетпей қалыпты. Кішкене тамақтары суып қалыпты сондықтан. Бірінші тамақтың тұзы аз болды, екі салат ұнамады, және де екінші тамақ ыстықтай келмеді. Маған тамақ ұнамады, екі тамақ ұнамады. Қыздарға неге ұнамағанын білмеймін, бірақ маған дастарханымыз ұнады өзімізге. Басқа қыздарда столдарында қандай тұрды, тамақтары, мысалы, бешбармақтары бәрі тура сондай болды деп ойлаймын. Ешқандай кемшілік ондай болмады. Тойда 400 адам болды. Аз адам болған кезде ол суымайтын еді. Дастархан ғой, киелі зат, оны өйтіп ұнамады деп айтуға болмайды. Бәсекелестерінің өз тойы туралы айтқандарын естіп, ұл болсын әжептәуір ренжіп қалды. Өзінің тойында сөйтіп біреулер кішкене кемсітіп, солай болып жатса, біртүрлі болып қалады екенсің. Білмеймін, маған кішкене әсер етті, енді біртүрлі болып қалдым өзім. Ұл болсынның тойының нәтижесі 103 ұпай. Ал енді қыздардың сол күнгі салтанатты кештен алған жалпы әсерлер туралы не айтатынын көрейік. Мен ұл болсынға 20 балл бердім. Себебі басқалармен салыстырмалы түрде қарасам, Бота мен Адиядан жоғары деңгейде өткен секілді. Себебі шоу бағдарламасында өздерінің қатыстары болды. Мен ұл болсынға 15 балл бердім. Себебі тойына жоғарғы балл бердім деп ойлаймын. Мен ұл болсынға 30 балл бердім. Себебі оның тойы маған ұнады. Бұл аптаны аяқтаған Ботаның тойы болды. Мейрамханаға 250 қонақ шақырылыпты. Бюджеті 3 миллион теңге. Салонда шаштараз екі тәждің ішінен нәзіктеуін таңдауға кеңес берген еді. Бірақ Бота үлкендеуін тақты. Сонсы бекер болған құқсайды. Бәсекелестер бірден осына сөз қылды. Бота бүгін өзінің тойында королева болды. Бірақ енді коронасы өзіне кішкене үлкенде секілді болды. Прическа бұл жерде аз сақатты көрінбейді. Корона ғой ең бастысы көзге түсіп тұрған. Сырғасына бәріне сәйкес, бірақ кішкене грубыйлау болып көрінетін сияқты. Шаш үлгісі де әдемі жасалған, бірақ енді артық ештеме байқаған жоқ. Тек жоғарға түйіп, сыртынан коронасын, диадемасын дейміз ғой, орап қойған. Ай, ужас, не могу, типа. Прическам обычный дейтінде, керісінше қыздан басқаша болған сияқты прическам. Шашымды қатты көтерген соң, үлкен корона таққым келді. Я келсем, негізі коронам үлкен болды, я өкінбеймін таққаныма. Қыздар Ботаның тәжін тым үлкен көрсе, гүл шоғын тым кішкентай деп тапты. Мен тірі гүл секілді болып көрдім, акасы одан кейін ұстап көрдім кішкене. Акасы не живой сияқты, букеті кішкентайлау болды. Букетін кішкентай? Масқара. Букет деген нежнылау келген болу керек. Енді ол жағымен келісамадым қыздармен. Қыздардың айтуына қарағанда 3 метрлік сүйретпе етегі бар патшайымдарға лайықты көйлек киіп жүруге ыңғайсыздау болып көрінді. Көйлегі түсіп кете берген секілді болып көрінді. Тойдың барысында кішкене кедергі жасады, шлейфі де кедергі жасады. Иығы жағым түсіп кете берді деп айтыпты қыздар. Енді ол жағы қатты түскен жоқ, негізі. Өзім моды сонда кішкене төменде отырады. Шлейфім жиналады, қатты ауыры да болған жоқ. Білмеймін, өзіме ыңғайлы, өзімді емін-еркін билеп, жақсы сезіндім.
Ал той кортежі бәсекелестердің ойынша тым қарапайым болған. Күшті бір лимузиннан шығады екен деп ойлап, сондай күтіп тұрғанбыз ғой. Машинадан Мерседестен шықты. Сол кезде біз қызық боқалды, қайсы деп сенбедік. Солардан прямо бұлай өте жоғары деңгейдегі кортеж күткем, ондай болған жоқ. Енді қыздар басқа ерекше машина күткене не үшін ондай күтті екен білмеймін, именно менен. Енді ол жаңағы кім ұлбосында да, например, ол да төрт есікті машина, кәдімгі Мерседес машина болды, лимузиннен шығу, енді ол қазіргі мода деп ойламаймын. Енді төрт есікті машина маған удобно болды, өйткені артында өзім ыңғайлы кең отырдым. Бірақ ең көп сөзге қалған тойдың безендірілуі болды. Қыздар ботаның қандай түсті уәде қылғанын естеріне түсіре алмады. Шабдалы түстес пет, Зүбәржат түстес пет. Негізі оның темасы персик еді ғой, тойының үшін. Мен сол жасыл деген түсті есіме түсіре алмай отырмын, айтпаған. Мен персик дегенді точно білемін. Бір ұнамағаны жаңағы жастардың отыратын столында алдында дәл айтқандай сары гүлдер, персиковый, изумруд түстер болды да, бірақ артында әппақ. Жалпы алыстан қараған кезінде сәйкес емес бір-біріне. Осы соңғы тойда бойжеткендер өздерін керемет сыншы ретінде сезінгендей болып көрінді. Олар тіпті беташардан да кемшілік тауып жатты. Беташар болған кезде сол қыздары бұлай желпіп тұрған кезде бір түрлі болып көрінді, бір кілем қағып атқан сияқты ма деп. Бірінші рет осындайды көрдім. Негізі жеңгелердің тұрып, жанында тұрып, кәдімгідей қазақи дәстүрмен болғаны меніңше өте жоғарғы дәрежеде болуы мүмкін еді. Кілем қағып тұрғандай, енді ол жағын татыш күліп өйтті. Уже сен бет басына кілем жағып тұрдым. Негізі біз екі жеңгемізді дайындап қойған болатынбыз. Мамам екі жеңгемізге кәдімгі орамалмен, қазақша жилетпен дайындап қойған. Енді ол жағын тамадалар шығар айтқан. Енді кілем қағып тұрған деп айтқандары енді артықтау болды. Ал қыздар беташар кезінде асабаның өз есімдерін атағанын жөн көрмеді. Олар қалыңдықтың өз бәсекелестеріне сәлем салуы орынсыз деп есептейді. Келдер бәйгесінен келіп отқан қыздар, мөлдір әдия ұлбосының құрметіне үш сәлем. Бізге сәлем салдырғаны ұятта болды кішкене. Біз енді отаның құрбысымыз, бізде келінбіз. Онысын енді мен күтпеген едім, шыны керек. Бізге шу елдің бәрі қарап, ой, сұмдық болды. Шоу бағдарлама бота уәде қылғандай жан жақты болды. Бірақ сол кеште үш қыздың бабын табу мүмкін болмаған сияқты. Билер өте көп болды. Тойға емес, бір концерт көруге келген сияқты сезімде болдым шу өзім. Сенесіз ба, сенбейсіз ба, бізге би жетпей тұрды. Бізге қандай әуен болса да біз билеуге дайын тұрдық. Бүгінгі тойдың бір ерекшелігі сол акробаттар. Иә, акробаттар, ағайынды Қадыровтар келіндердің көңілінен шықты. Ал бала-шағаны мәз қылған сиқыршы жоба қатысушыларын таңдандыра алмады. Концертте отырмыз ба, сондай бір впечатление болды да. Ал біз тойда отырмыз деген ондай ой болмады бізде. Мен ешқандай фокус күткен жоқпын. Мен кәдімгі қазақтың бимен, өнермен қарсы алатын тойын күттім. Қыздардың енді циркта, концертте, жеке концертте отырғанда сезінгеніне айтқанына байланысты, ол жағын білмеймін, кездесе алмаймын. Енді арасында ол қатар-қатарынан болған жоқ қой. Оның арасында жаңағы тост сөйледі. Енді одан басқа не көрсету керек екен, білмеймін, түсінбедім. Тіпті қазақстандық белгілі әншілер де қыздардың үмітін ақтай алмады. Ешқандай да вау болған жоқ. Жас шұбайлардың вальсі қыздардың төбіне бір жола жетті. Олар тіпті би қимылдарына қарамағанда сияқты. Бар зейіндері музыкаға ауды.
артында мөлдір екен өзге қарап ана жерде. Өйткені біздің өлеңіміз қой ол жерде. Білеймін, мен сол жерде біртүрлі болып қалдым. Менің тойымнан бастаған өлең айтылды Серік Ибрагимовтың «Махаббатым» деген. Мен Ұлбосынның тойында айтқам, 2 күн болса да махаббатты жаңағы вальсінің әуенін өзгерту оңай еді. 2 тойда да болды ғой, ештен кетпес, 3-ші тойда болса. Мәселе ерекше болудың қажеті жоқ сияқты. Вальсте болған әнді шыны керек. Мен негізі айтқам, Серік Ибрагимовтың өлеңі болмай қойсын, барлық тойда болды деп. Негізі басқа өлеңге заказ бергенбіз. Білмеймін, енді музыканттар соны қойып, мен ол жағын білмедім шыны керек. Шоу бағдарламасымен бәсекелестерін таң қалдыру Ботаның қолынан келмеді. Қыздар кеш бойы кеу жігітпен қалыңдықтың өнер көрсетуін күткен көрінеді. Әлде бұл іштарлықтың бір түрі ме екен? Қалай болғанда да, ұпайды ең аз жинаған тойдың ойын сауық бөлігі болды. Сонымен Ботаның тойы небәрі 88 ұпай жинады. Бірақ қорытынды жасауға әлі ерте. Мен Ботаға 15 балды бердім. Себебі той барысында тоже Бота мен кеу жігіті тойға араласқан жоқ, тек біз дайын артистерді көріп, театрда отырған секілді, концертте отырған секілді болып қайттық. Мен Ботаға 10 балл бердім, Бота ренжімес үшін. Сол үшін ғана 10 балл бердім. Мен Адияға 30 балл бер қойғаннан кейін, қалған 20 балды Бота мен Мөлдірге тең қылып бөліп бердім. Сол үшін Ботаға 10 балл бердім. Міне, 4 тойды да еске алып шықтық. Соңғы бағаларды да естідік. Ал қазір қыздарды жасырын дауыс беру күтіп тұр. Әркім дауысын өз ойындағы ең үздік деген қалыңдыққа беруі тиіс. Көп дауыс жинаған адам қосымша 10 ұпай алады. Мен өз даусымды осы қызға бердім, себебі менің көзқарасым бойынша ол қыздың тойы ең керемет той болды. Мен даусыма ие болған қыздың есімі Ұлбосын. Мен даусымды осы қызға беремін, себебі 2 қыз өз жоғарғы бағасын алды. Есімі Адия. Мен осы қызға даусымды бердім, өйткені жоба барысында біз өте қатты жақын араласып, дос құрбыдай болып кеттік. Оның есімі Ұлбосын. Мен өз даусымды осы қызға беремін, себебі мен онымен жақсы дос болып кеттім. Оның есімі Адия. Бүгінгі дауыстар жобаға қатысушы 2 қызға тең бөлінді. Демек, қосымша 10 ұпайды да теңдей қылып 2-ге бөлеміз. Адия мен Ұлбосынның қоржынына 5-5 ұпайдан түседі. Бұл кезде жобаға қатысушылардың кеулері де осы жаққа қарай асығып келе жатыр еді. Бірақ олардың біреу ғана өз сүйгеніне романтикалық сапардың жолдамасын сыйға тартады. Көтерім Жұпты. Міне, шешуші сәтте келді. Кімнің жеңімпаз атанатынын дәл қазір білеміз. Рахмет. Білмеймін, күтпедім. Рахмет.
Пайдама. Көңіл-күй керемет. Мен енді қатты өйтіп ойлаған жоқпын, жеңіске жетем деп, бірақ та еңбегіміз ақталды деп ойлаймын. Мен негізі күткен жоқпын сайтқа. Сертификат бергенге де эмоцияны шығарып жіберейін. Өз-өзін күшті табылсақ та. Қуанышты. Басқалар жеңген болса, может, көңіл-күйім кішкене түсушмеді. А былай керемет, жақсы. Өзі сондай жоғары мәртебеге лайық қыз, мінез жағынан да былай алып қарасаң, мен өте қуаныштымын ол болсын үшін. Жобаға рахмет. Барлығы өте қызықты болды. Қазір жоба қатысушылары бір-біріне қойған бағалармен таныса алады. Свадьба и мольдер. Оформление. Жетті дейді. Меню 8-9 дейді. Своя развлекательная программа. Капец ты вот. Таңғалып қалдым. Бір түрлі болып қалдым ішімнен. Даже осыған дейін де оның сөздің арасында ол маған өзі кішкене деп айтқан секілді намектап, енді мен сонда да түсінгем. Жарайды, енді ол әркімнің өзінің санасына байланысты ғой. Төмен қойыпты, мейлі. Ол менің өшерде ештеңкем кеткен жоқ. Білмеймін, ботаға мүмкін намаған шығар, сондықтан солай қойды деп ойлаймын. Оған ешқандай ренжімеймін. Қыздар ақтық сынның қарсаңында сабыр сақта деген тренингтен өткен ау дейм. Әйтеуір өздері нағыз актрисалар сияқты шын сезімдерін білдіретін емес. Свадьбы боты. Развлекательная программа. 5-6. Шоу программаға ең төмен баға қойыпты. Енді онысы енді кішкене ренжісім бар. Енді сонша еңбектенді. Енді ешкімде жоқ болған шоу программалы болады. Қанша артистер болды. Енді оған лайықты деп ойламаймын. Міне, халық не ексең соны орасың деген сөзді босқа айтпаған. Ботаның бағаны төмендетіп жүргенін қыздар бәрібір сезіп қойыпты. Сөйтіп оның істегенін өзінің алдынан шығармақ болып ұйғарған сыңайлы. Ал енді бізде осы той аптасының нәтижелерімен таныс отырайық. Ботаның тойы 123 ұпай. 3-ші орын Мөлдірдің тойына тиді. 132 ұпай. 2-ші орынға Әдия жайғасыпты. Оның тойы 155 ұпай жинаған. Жасырын дауыс беру кезінде қосымша 5 ұпайды тағы алды. Сонымен 160 ұпай. Сөйтіп көш басына ұл болсын шықты. 168 ұпай. Оған 5 ұпайды тағы қосамыз. Барлығы 173 ұпай. Сонымен бұл той аптасында жеңімпаз атанған ұл болсын. Бақандай 4 адамның ішінен жеңіп шыққан деген. Бұл өмірдің бір жеңісі деп ойлаймын енді. Бірақ бүгін ешкім құр қол айтпайды. Жеңілген жұптардың әрқайсысы жұбаныш сыйлығын алады. Ол сыйлығымыз тұрмыстық техника сатып алуға жұмсалатын 50 000 теңге. Сертификат бар ма жөнді қолдарында? Значит, бірдеңке бар деп қой. 50 000 ба, 5 000 ба? Сен өзі көрмей алған. Круто. Біздің өзімізде өте жақсы сыйлыққа ие болдық. Оның өзі бір қуаныш әкелді. Міне, бұл той аптасы осындай көтеріңкі көңіл күймен аяқталды. Келесі аптада бізді басқа қалыңдықтар, басқа тағдырлар, жаңа интригалар мен жаңа жеңімпаздар күтеді. Келесі аптада көретіндеріңіз. Түрмеде отқан сияқты қалдым. Түріне бір адам қызғатындай емес. Қалай болса солай алып келді. Бәрімізге талапта ережеде бірдей, сол үшін бәріміз бірдей қатысуымыз керек. Жылағымыз келіп, өз-өзімізді ұстап отырдық. Неге бізге кет деп жатыр Маржан? Білмеймін, кетпеймін, мен соңына дейін жүрем, қасында.